Үй іші толған адам. Қызыл шымылдықтың астында басын иіп отырған келіншек Бибігүл. Жаңа түскен келін. Жүзін ешкім әлі көрген жоқ. Беташар басталды. Домбыра үнін естіп, қонақтар шулап, келін түсірдік деп мәз. Бірақ Бибігүлдің көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Оны ешкім байқамады. Әжесі, апалары жылаған жақсы ырым деді. Ал оның ішіндегі дауыл ешкімге көрінбеді. Күйеу жігіт Нұрбол да анасы келіншекті жар таңдағанына қуанып жүр. Бірақ сол сәтте Бибігүлдің жүрегі бір сәтке тоқтағандай болды. Төрде отырған бір адамға көзі түсіп кетті. Қайынағасы Еркін. Осыдан 6 апта бұрын дәл осы жігітке ғашық болған. Бірақ тағдыр оларды екі жаққа айырып, енді қайынаға мен келін болып отыр. Той аяқталды. Келін бөлмесіне кірді. Ал түн жарымында ешкімге айтпастан үнсіз жоғалып кетті. Артында тек жастықтың астында бір ғана қалташа хат жатты. Таңғы шайға жиналғандар күтпеген жаңалықпен бетпе-бет келді. Бибігүл жоқ, деді енесі. Жүрегі жарылып кетердей. Қайда кетті, есікті кім ашты, деп туыстар шу ете алды. Нұрбол бөлмені асығыс ашты. Келінің артында қалдырғаны тек әппақ жастық пен бүктелген хат. Енесі хатты ашқанда қолы дірілдеп кетті. Құрметті енем, кешіріңіз, мен сізге осы әулетке ешқандай жамандық тілеген емеспін. Бірақ бұл неке маған ауыр. Жүрегім өтірікпен бірге өмір сүре алмайды. Мен өзімнің қайынағам деп отырған адамыңызға, Еркінге алғаш ғашық болғанмын. Мен оны әлі ұмытқан жоқпын. Ал қазір мен оның інісіне, яғни сіздің Нұрболыңызға тұрмысқа шықтым. Осы үйде бір күнде тұра алмаймын. Кешіріңіздер, мен кеттім. Хат аяқталмай қалған, бірақ тамшы көз жаспен хат бетін дымдап тұр. Бөлмеде өлі тыныштық орнады. Бір-біріне қараған жанарлар тек шок күйінде. Ал Еркін орнынан тұрды, ештеңе деместен сыртқа шықты. Оның жүзі бозарып кеткен. Ешкім білмейді бұл сөздерге оның қандай да қатысы бар екенін. Нұрбол хатты оқыған соң үнсіз отырды. Ешкім оған жақындай алмады. Жас келіннің қашып кеткені аздай, енді бүкіл әулет алдында аға мен іннің арасында сұмдық сыр тұр. Ол орнынан ауыр көтерілді. Бөлмеден шығып, үйдің сыртына қарай беттеді. Қора астында шөпке қарап тұрған Еркінді көрді. Еркін, деді ашу мен үміт араласқан үнмен. Бірақ сұрақ, сен менің әйеліммен бұрын болғансың ба? Еркін сол сәл бұрылып қалды. Көзіне тура қарауға дәті бармады. Аузына сөз түспей сәл кідіріп. Нұрбол, ол кезде сен екеуінің араларыңда ештеңе болмаған. Демек, иә, сен болғансың, деп айқайлап жіберді інісі. Ол менің жанымды сақтап қалған адам. Мен оны сүйдім, ол да мені. Бірақ мен сен үшін шетке кеткенмін. Анам айтқан, бұл қыз саған емес, Нұрболға лайық деп еді. Мен қарсы келе алмадым. Нұрбол орнынан қозғала алмай қалды. Қолдары қалтырап, жүрегі зырқ ете түсті. Ең сорақысы бауырынан есту. Ол шынымен ағасына сенетін. Ағасы абыройы үлгілі адам еді. Бибігүлдің жоғалған бүкіл ауыл естіді. Енесі Гүлнар апа бір сәтке қартая қалғандай болды. Кешегі қуанышы бүкіл қаралы хабарды сездірді. Мен оны түсіне алмаппын, деп күбірледі өзімен өзі. Бәрі жақсы болды деп ойладым, бірақ бір ауыз қарсылық айтпап еді ғой. Нұрбол болса ешкіммен сөйлеспей есік алдына шығып кетті. Үйде тыныштық орнып, тек ауа мен өкініш ілініп тұрғандай болды. Түс ауғанда ауыл шетінде қойшы шал келіп қалды. Гүлнар-ау, сендердің үйден бір қыз түнде қашып шықты ма, деді. Иә, келін, көрдің бе, қай жаққа кетті? Қойшы шал басын шайқап. Анық көрмедім, бірақ түн ортасында бір ақ орамалды қыз жүгіріп өтті. Шаммен түскенде сәл байқалды. Қай жаққа бет алды? Жолға емес, төмен сай жаққа, бірақ қыз емес, көлеңке сияқты көрінді. Аяқ дыбысы да білінбеді. Енесі отырған жерінен атып тұрды. Сай жақта не бар? Ол жақ өзен ғой. Сол сәтте жүрек дір етіп, бәрінің ойына бір сұмдық ой келді. Ол өзіне қол салу мүмкін бе? Сай жаққа қарай бәрі жабылып жүгіре жөнелді.
Бірақ өзен жанында тек бір ғана орамал жатыр еді. Бибігүлдің басында қызыл жаңа түскен келінге арналған шыт. Сол күні ауылда тыныштық жоғалды. Бірі сайды, бірі орманды тінтті. Енесі өзен жиенінен табылған орамалды құшақтап жылап отыр. Ал Еркін өз бөлмесінде отыра берді. Ол кішкентай сандығын ашты. Ішінде сарайған хаттар, бәрі Бибігүлден келген. Кезінде ұрланып жолданған балалық махаббат пен адал сезім жазылған хаттар еді. Бірін оқып отырып көзіне жас шығып кетті. Сенің күнің менің таңым, сенің тынысың менің үмітім. Осы бір жолды оққанда Еркін дір ете қалды. Бұл кездейсоқтық емес еді. Ол бәрін біле тұра үнсіз қалған. Анасының айтқанымен келісіп, Нұрбол мен Бибігүлдің некесіне қарсы шықпаған. Қала шетіндегі ескі үй, іші қарапайым. Сол үйдің бір бұрышында Бибігүл көзін әрең ашты. Төсек үстінде отыр, жанында бейтаныс әйел. Жаным, сен өзіңді нашар сезіндің. Мен сені сай жақтан таптым, талып қалыпсың, ішіндегі балаң тірі дейді. Бибігүл көзі жасаурады, қолымен ішін сипады, жан дүниесін бір ғана сұрақ мазалай берді. Мен не істеп қойдым? Әйел оған жылы шай беріп, айтшы, кімнен жүкті болдың, қарағым? Бала әкесінің кім екенін білу керек. Бибігүл үнсіз отырды. Содан кейін алғаш рет жанын жеген шындықты айтты. Ол баланың әкесі менің күйеуім емес. Сонда кім? Оның туған ағасы. Әйел сілейіп қалды. Қарағым-ау, онда неге күйеуге тұрмысқа шықтың? Себебі Еркін мені тастап кеткен. Сен ініме лайықсың деді. Мен оны таңдадым. Бірақ кейін білдім, мен жүкті болыппын. Ол біле ме? Жоқ, ол да білмейді. Мен өзімді өлтіргім келді, бірақ ішімдегі сәбидің жүрегі соғып жатты. Мен енді жалғыз емеспін. Онда тыңда, қызым. Сен тірі екенсің, бала да тірі. Енді қайтып қашуға болмайды. Қайткенменде бұл шындық ашылады. Бибігүл терезеден сыртқа қарай қарады. Ішкі дауыс бірақ сөз қайталай берді. Еркін, сенің қаның менің жанымда өмір сүріп жатыр. Гүлнар апа сол түні ұйықтай алмай қойды. Көзі ілінген соң түс көрді. Ақ жаулық жамылған Бибігүл өзен жағасында тұр екен. Үстінде аппақ көйлегі, көзінде жас. Кешіріңіз, мен енді айта алмаймын, деді де бұрылып кетті. Ояна сала Гүлнар апа көз жасын сүртті. Ішкі түйсігі бір сұмдықтың болып жатқанын сезіп отыр. Сол күні түс ауа есік алдында ат шалдырып бір жолаушы шал келді. Көне шапан киген, жүзі таныс сияқты, бірақ есіне түсіре алмады. Ассаламағалейкум, шеше. Бұл үйде жаңа түскен келін бар еді ғой. Сол қыз туралы бір хабарым бар. Гүлнар апа орнынан атып тұрды. Иә, Бибігүл, келінім, сен көрдің бе оны? Кездестірдім, ол тірі, бірақ жағдайы ауыр, ішінде баласы бар. Еркін де Нұрболда жүгіріп шықты. Еркіннің жүрегі шаншып кетті. Қайда ол? Қайда тұрып жатыр? Мекен жайын айтпаймын, себебі ол менен өтініш етті. Олар мені іздемесін. Мен баламды жалғыз өсірем. Себебі менің шындығым олар көтере алмайтын ауырлық деді. Нұрбол ашуға булығып, қандай шындық, ол неге кетіп қалды? Бұл сұрақтың жауабы сен емес, басқа біреуге арналған, деді шал жаймен. Еркін бір сәт үнсіз қалды. Шал оған тік қарап, сен оның көзінен қарадың ба? Сол көздерде жауап бар еді, бірақ сен қашып кеттің, жігіт. Шал кетіп қалды. Ал бұл сөздер бәрін іштей шайқалтып жіберді. Нұрбол есеңгіреп тұрып қалды. Еркін болса іштей көздерінде жауап бар еді. Мен неге көрмедім? Қаланың шетіндегі тыныш үйде Бибігүл кешкі шырақтың жарығында хат жазып отыр. Гүлнар енеме, сіз мені келініңіз деп қабылдап едіңіз. Мен сіздің шынайы мейіріміңізді сезіндім. Бірақ мен алдадым. Себебі өз жүрегімді алдадым. Мен бұл әулетке келін боп түстім. Бірақ ішімде сол әулеттің басқа бір мүшесінің қаны. Бала Еркіннен. Ол кезде мен сезбедім. Сезгенде бәрі кешеді. Менің қашқаным қорқақтық емес. Бұл бәріңізге жасаған соңғы жақсылығым. Себебі менің қалауым сіздерге ауыр күнә еді. Бала туғанда мен оның кім екенін жасырып өтем. Ол сіздерге ұят әкелмесін деп. Бірақ менің жан аяғымды біреу түсінер деп осы хатты жаздым. Қош болыңыз. Хатты орап конвертке салып мекенжайға жолдады. Ол хатты кім бірінші болып алады? Еркін бе, Нұрбол ба? Әлде Гүлнар апа ма? Өзі де білмейді.
Хатты алғаш боп еркін қолына алған сәтте жүрегі сыздады. Қолында болғанын қаламай оны Гүлнұрға көрсеткісі келді. Бірақ ішінде ақиқат өзінен жасырмады. Бұл Бибігүлдің жүрек айқайы деп сыбырлады өзі үшін. Менің қаным, оның жүрегінде сәби. Нұрбол естігенде қатты ашуланды. Сен оны біле тұра үнсіз отырдың ба? Еркін жауап бермеді, бірақ ішкі жан айқайы бар еді. Мен оны тастап кеттім. Қанша тырыссам да шындықты білген кезде бәрі кеш болды. Гүлнұр апа хатты оқығанда көзіне жас үйірілді. Бұл бақыт емес, бұл шындық. Нұрбол шешім қабылдады. Біз бәріміз бірге болуымыз керек. Бұл отбасылық құпия. Бибігүл қайтып оралса, біз оны ешқашан ренжітпейміз. Бірақ еркінде бір күдік болды. Ол сұрады: егер ол оралса, біз оны қалай қабылдаймыз? Және бұл бала біздің қанымыз ғой. Бибігүл үйге оралды. Қолында кішкентай сәби. Жүзі жұмсақ әрі ойлы. Гүлнәр апа есікті ашып қарсы алды. Еркін мен Нұрбол сыртта күтті. Қайтып келгенге қуаныштымын, деді Гүлнәр апа. Бибігүл көзін сүртті. Мен кешірім сұраймын. Барлығын жасырдым, бірақ енді шындықпен өмір сүргім келеді. Еркін жақындап келді. Мен сені түсінемін, Бибігүл. Біз бірге боламыз. Бибігүл күйеуіне емес, қайынағасына қосылды. Сәби қайынағасынан. Күйеуі Нұрбол бауыры Еркінге кешірім беріп, отбасыны таратпады. Енесі ұрсыспады, бәрін қабылдады. Олар жаңа өмірді бірге бастады. Өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.